Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Мерей, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзімнің каналымда хит болып жатқан пирогтардың рецептін бөліскім келеді. Өте оңай, үй жағдайында жасалынады. Сіздерге өте оңай рецептін іздеп тауып, сіздермен бөлісейін дедім. Біріншісі бізде классический сметанник болады, екіншісі карамельный пирог. Достар, бұл жерде сіздерге айта кететінім, дәл осы екі пирогты бір қамырдан жасай аласыздар. Сіздерге қолайлы, өте жеңіл рецепті ойлап таптым. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріп, жақындарыңызды және өзіңізді қуантып қойыңыздар. Міне қараңыздаршы, қалай жұп-жұмсақ болып кесіліп жатқанын. Видеоның соңына дейін қарап жасап көріңіз. Алдымен бізге електен өткізілген ұн қажет. Ұнның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды қолданамыз. Сары май менде 72%, 82% немесе 72% сары май қолданып, онымен араластырамыз. Міне осындай бізде крошкалар шығатын болады. Оның үстінен шекерді саламыз және 2 жұмыртқа, 1 шай қасық қопсытқыш қосып, қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыз өте оңай иленеді. Осы құраммен, яғни описание бөліміне жазып қойған құраммен міне осындай жұмсақ, нәзік қамыр иленіп шығады. Иленген қамырымызды пакетке саламыз, аузы ашылып қалмайтындай етіп жауып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қоямыз. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Бірінші классический сметанниктің салмасына қаймақ, 3 жұмыртқа, шекер және ванилин қажет болады. Ванилин міндетті түрде қосыңыздар, өте әдемі дәм береді. Мен осындай қаймақты қолданамын. Барлығын салып алғаннан кейін венчиктің көмегімен жай ғана араластырасыздар. Миксерді қажет етпейді. Міне достар, осындай бізде сұйық масса пайда болады. Бұл біздің бірінші классический сметаннигімізге арналған салмамыз. Енді екінші салмамызды дайындаймыз. Салмасына вареный сгущенка және 20% қаймақ, 2 жұмыртқа, ванилин қажет болады. Ванилинді сіздер қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Маған әдемі дәм беру үшін мен ванилин қостым. Бұл жерде де венчиктің көмегімен аз ғана араластырсаңыздар, міне осындай сұйық әдемі масса пайда болады. Қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Мен 26 диаметрлік форманы қолдандым. Бір бөлігін салып, қолымызбен қамырды формаға жайғастырып шығамыз. Міне достар, формаға осылай жайғастырып алғаннан кейін қамырымыздың астыңғы бөлігін вилканың көмегімен осылай тескіштер қалдырып, үстіне салмасын құямыз. Алдымен сметаннигімізді пісіріп аламыз. Салмамыздың барлығын құйып алғаннан кейін 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пештеріңіз қатты қызып кетпеуі қажет, достар. Екінші қамырды мен 24 диаметрлік формаға жасадым. Қалауларыңызша 26 диаметрлік формаға жасасаңыздар болады. Бұл қамырды да жайып алғаннан кейін вилканың көмегімен тескіштер жасап, үстіне карамельный салмамызды құйып шығамыз. Барлығын құйып алып, бұл қамырды да 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіреміз. Міне достар, біздің пирогтарымыз пісіп шыққанда осылай көтеріліп тұрады. Бөлме температурасында міндетті түрде толықтай суытып алып, тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Сол кезде біздің пирогтарымыз өте әдемі, міне осындай болып, өз формасын ұстап, арасы толықтай бір-біріне бірігіп, өте әдемі болып шығады. Тоңазытқышқа 1 сағатқа салып алуды ұмытпаңыздар. Достар, егер сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма жазылып, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда мендегі алда шыққан рецепттерді алғашылардың бірі болып көре аласыздар. Және поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен әлеуметтік желілерде бөлісіп қоюларыңызды сұраймын. Достар, сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Қонақ келген кезде өте оңай жасалынатын рецепттердің бірі және үй жағдайында барлығы табылады. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер, және де ең қолайлысы бір қамырдан 2 түрлі пирог шығара аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын.